Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біздің қонағымыз балаларды мектепке дайындау үйірмесінің жетекшісі Танарыкова Нұрдалда Тайкенқызы. Қош келдіңіз. Үйірме туралы айтып жіберсеңіз. Жалпы біздің кітапханамызда бірнеше жылдан бері мектепке дайындық үйірмесі жүріп келеді. Ал өзім жұмысқа шыққалы осы 3 жыл болды кітапханаға, облыстық кітапханаға. Сол мезеттен бері балаларды мектепке дайындық үйірмесін жүргізіп келемін. Көбінесе жаз мезгілінде 2 ай көлемінде жүреді. Ал қыркүйектен ары қарай балалар мектепке барған соң даярлық сыныпты ала алмай жүрген, немесе 1-2 сыныпты ала алмай жүрген балалар үшін жылдам оқу, көркем жазу, тағы да тереңірек оқыту бағытында үйірмеміз жыл көлемінде жүре береді. Мектепке дайындық үйірмесіне жалпы 6 жастан бастап қабылдаймыз. Бала мектепке барар алдында қандай дағдыларды меңгеру керек? Өте дұрыс айтасыз. Жалпы 1-ші сыныпқа баратын бала 20-ға дейінгі сандарды тура және кері санай алу керек. Барлық түстерді меңгере алу керек. Кеңістікті бағдарлай алу керек. Өлшем бірліктерін білу қажет және пішіндерді танып білуі міндетті. Балалар үйірмеде немен айналысады? Мектепке дайындық үйірмесі ол енді мектепке бармаған бала үшін көбінесе ойын түрінде өтеді. Бірақ тереңірек ол енді сабаққа баруға дайындалу керек қой. Сондықтан тереңірек білу үшін арнайы оқу құралдары болады. Мысалы, қарапайым балапанның математика және жазу дәптерлері болады. 6 жастан асқан 6 бұл жерде де түстерді тануы, пішіндерді тануы, түрлі берілген тапсырмаларды орындай алу қажет. Мысалы, мен мынадаймын. Сәйкестендіру, бір-бірімен сәйкестендіру, пішіндерді, кеңістікті бағдарлау, алыс, жақын деген өлшемдерді білу үшін. Жарайды. Осы кітаптарды қайдан алуға болады? Бұл кітаптар Қасым Қайсенов несінде? Дүкендерінде сатылады арнайы, немесе осы кітапханаға келетін мектепке дайындық балалар үшін былтыр арнайы курс оқыдым өзім. Бұл курстың бір ерекшелігі тереңдетілген курс. Оның да арнайы математикасы мінекей. Және әріпті үйрену. 2 түрлі кітаптан тұрады. Бұл жерде бір қызығы әріптерді мысал үшін әрпі болатын болса, оны белгілі бөлшектермен, мысал үшін А әрпі мінекей. Қазір сізге көрсетейін. Жазулары бар дейді. А әрпі 2 бөліктен тұрады, мысалы, міне. Иімек сызықтан және түзу сызықтан. Ал кішкентай әрпі де солай. Дөңгелектен және иімек сызықтан бір-біріне қосу арқылы жазады. Және сол әріптерге байланысты тапсырмалар болады. Енді балаға бірден мынаны отыр жаз демейміз. Біз ерекшелігіміз, мысалы үшін суреттен нені көріп тұрсыз? Аю, е? Аю. Аю деген сөздегі аю сөзі қандай әріптен басталады деп ойлайсыз балалар, е? Олар А әріптен. Демек, бүгін қай әріпті үйренеміз? А әріпін үйренеміз. Күнделікті бүкіл сурет арқылы әуелі сол суретпен танысып аламыз. Және онда қандай әріптер кездесетінін айтамыз да. Одан кейін бар, қандай әріппен танысатынымызды балалар өз айтады. Сонда ол балаларға қызықтырақ. Бірден отырып мынаны жаз, мынаны сыз дегеннен қарағанда балаға ол әлде қайда қызықтырақ. Тек қана жазумен айналыса ма? Енді бұл үйірменің басты ерекшелігі сол былтырдан бері бұл жаңартылған үйірме деп айтуға болады. Мысалы үшін суреттен нені көріп тұрсыз? Ми. Адамның миы. Жалпы адамның миы 2 бөліктен тұрады, оң жақ және сол жақ. Оң жақ миымыз шығармашылыққа жауап береді, сол жақ миымыз оқуға жауап береді. Енді осы миымыздың 2 бөлігін байланыстыру үшін балаларға ең әуелі саусақ жаттығуларын жасатамыз. Мысалы, мынадай деп қояйын. Супер, окей. Адамның 2 қолы бір мезетте 2 түрлі жаттығу жасаған кезде мидың 2 арасында нейрондық байланыс орнайды. Сондықтан ол саусақ жаттығулары өте көмектеседі. Және бұл жерде мақал мәтел айтуымыз да мүмкін, санамақ жаттауымыз да мүмкін, жаңылтпаш жаттауымыз да мүмкін, шағын ертегілерді айтып, соны мазмұндауымыз да мүмкін. Қалай болғанда да біз 1 сағат, 1,5 сағат уақытымызды балаға пайдалы болуға
тырысамын енді өз басым. Міне мұнда әртүрлі жіптер жатыр, әріптер жатыр. Жіптер не үшін керек? Бұл тілек алқа деп аталады. Мысалы, үйірмеге келген баланың зейінін бір жерге шоғырландырып алу үшін балаларды шеңберге тұрғызамыз да, әрбір балаға мына жіптерді береміз. Сол кезде ол бала жанында тұрған балаға, мысалы, сіздің атыңыз Әсем ғой, Әсем, сіз өте әдемісіз. Әдемі сөздерді айтады, комплимент. Немесе сабақты жақсы оқыңыз деген секілді балаларға бір-біріне тілек айтып, сол шеңбер арқылы мына жіптерді тағып шығады. Бұл өз кезегінде балалар бір-біріне жақындастырады. Аз да болса сөздік қорын көбейтеді, және бірін-бірін жақсы көру үшін осындай дүниелер. Сіздерінде әртүрлі суреттер жатыр. Және мына жерде, мысалы мына жерде көріп тұрсыз, шиенің, бананың және алманың суреті жатыр. Бұл балаларды бірден сабақ басталар алдында орындыққа шеңберге отырғызасыз да, мысалы үшін жетекші айтып тұрады. Шие банан дей қалады, сол кезде жаңа орындықта отырған екі бала бір-біріне құшақтаса қалады, бірін-бірі тауып. Бұл жылдамдықты талап етеді, қырағылықты талап етеді деген секілді. Ол дағы балаларды бір-бірімен жақындастыруға үлкен көмек, және зейінін бір жерге шоғырландыру үшін. Енді ол жылдам оқуға арналған қазір бізге. Ал мынау бағдаршам деп аталады. Міне түстерді көріп тұрсыз, бағдаршам деп аталады. Бұл жердегі түстерді бала оқымайды, түстерді атап айтады. Бұл оқуға зейінін арттыру үшін. Және қараңыз, мұнда керемет бір нәрсе, алдар көсе деген ойын, алдар көсе деген. Жаңа айтып өттім балаға, мынаны оқыңыз, мынау қандай әріп дегеннен қарағанда қызықтырақ қылып өткізген тиімді. Сондықтан балалар 2 ай көлемі, міне шілденің 1-нен бастаймыз, 2 ай көлемінде оқыған бала 42 әріпті толық меңгеріп шығады да, бір буындық сөздерді оқи алады. Енді бұл бауырсақ буындар деп аталады. Осы бір буындық сөзді оқиды да, мына алдар көсені тамақтандырады. Неке мысалы, тара, тамақтандырады. Осылайша барлық бауырсақ буындар біткенше бұл алдар көсені тамақтандырып шығады. Енді жаңа айтып кеттім, нейрогимнастикалық жаттығу деп. Нейрогимнастикалық жаттығудың көптеген түрлері бар. Мынау құралымызда сол нейрогимнастикалық жаттығу үшін мінекей. Мысалы, мынау сізге, сіз маған бересіз, мен сізге берем. Осылайша бала екі қолымен жаттығу жасаған кезде әлде қайда, жаңа айттым ғой, мида нейрондық байланыс орнайды, баланың оқуға деген ынтасы артады, қызығушылығы артады. Міне бір керемет қолшатыр. Көбінесе бұл жерде ойын түрінде өтіп, бірақ бала 2 айдың ішінде 42 әріпті толық меңгеріп шығады. Бұл дағы сондай. Кітаптан оқығаннан қарағанда бұл қызықтырақ. Жетекші ортаға тұрады, бала өзіне келген буындарды оқи алады. Мысалы үшін, ара, бір буындарды. Әке, әке, апа деген сияқты бір буындық сөздерді оқи алатын дәрежеде болады бала. Сонда 1,5 сағатта бәрін... 1 сағат, 1,5 сағат. 1 сағатта да жеткілікті жалпы. Бірақ ар жағындағы жарты сағатты балаға бір ұлттық құндылықтарды түсіну үшін, сөздік қорының көбею мақсатында, бір-бірімен көбірек қарым-қатынас жасау үшін өзім 1,5 сағат деген уақытты алып, ойын түрінде өткендіктен. Өйткені балалар ең алғаш келген кезде адаптация болады балада. Бөтен ортаға сіңіп кету үшін. Одан кейін бірімен бірі көбірек танысу үшін жаңылтпаштар жаттаймыз, санамақтар жаттаймыз, мақал-мәтелдер айтқызам, және бір ертегіні оқып, соны мазмұндай алатындай. Одан кейін мынандай бір қызық нәрселер бар, мысалы үшін бір-бірімен байланыспайтын. Мысалы, қасқыр, гүл деген секілді. Соған бала қасқыр мен гүлге, мысалы, сіз ертегі құраңызшы деймін балаға. Немесе түлкі мен алма деген секілді. Қызықты ертегі, мысалы, сізге түсіндіріп кетейін. Егер түлкі мен алма болса, ертеде бір әдемі түлкі, бір аппақ көйлек киген алмаға кезігіпті. Ол маған тұрмысқа шығасың ба деген, ұсыныс жасады деген секілді қызықты ертегіні бала ойластыра алу керек. Сондай мақсатта 1,5 сағат уақытты өзім қосамын. Егер ата-аналардың бір уақыттары болып жатса, баланың сондай 1,5 сағат отыратын мүмкіндігі болса, 1,5 сағат пайдалы. Неғұрлым балаға пайдалы болу үшін
сондай бір жарым сағат уақыт жеткілікті біз үшін. Одан ары бала өзде отыра алмайды. Иә. Жалпы тәрбиеші, жетекші, кітапханашы ретінде ата-аналарға айтатын ұсынысым, тілегім, ең бала үшін ең құнды адам ол ата-анасы. Сондықтан ешбір мектептің, ешбір балабақшаның бере алмаған тәрбиесін ол ата-анадан алады. Жалпы барлық айтамыз ғой, кез келген балабақшада болсын, мектепте болсын, баланың сөйлеу тілі үлкендер арқылы қалыптасады дейміз. Сол барынша өсіп келе жатқан балаға ұлттық құндылықтарды, білімді, тәрбиені ата-ана көбірек берсе екен деймін. Мысалы, біз кітапхана болған соң айта кетуім керек. Мысалы, ата-ана телефонда отырса, бала да міндетті түрде телефонда тұрады. Солай ғой. Ал ата-ана бір өзінің 5-10 минутын кітап оқуға арнап жатса, бала да сол ата-анаға еліктейді де кітап оқиды деген секілді. Және біз баланы әрбір ата-ананың баласы деп емес, бүкіл ұлттың, қоғамның болашақ иесі ретінде өсірсек деген бір тілегім бар. Жалпы енді кез келген ата-ана өзінің баласының керемет болғанын, өзіне қамқоршы болғанын, соны қалайды ғой. Сондықтан сол кішкентай кезінен бастап өзіндегі барлық жақсы қасиеттерді ата-ана балаларға сіңіре білсе екен деген тілегім бар. Жақсы, рахмет. Тағы да бір сұрағым, үйірмеге қалай жазылуға болады? Үйірмеге кітапхананың сайттары арқылы жазылуға болады, Инстаграм желісіндегі, немесе кітапханаға келіп жазылуға болады. Жақсы, рахмет сізге. Сізге де сәттілік. Сау болыңыз. Рахмет.